Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге осындай ерекше құрақтың тігілу әдісін көрсеткім келіп отыр. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен бөз мата алдым, ені 20-да 20. Бұлай ортасын белгілеп аласыздар, не үшін? Қазір тіккен кезде құрағымыз қисық шығып кетпес үшін. Мына жағымен бізге маңыздысы, маған осы шеті ғана керек болады. Мына жағында бұлай ортасын шығару үшін мына жағын сызып алдым. Мындай екі түс мата алдым. Осы екі түс матамен бір күрделі, өте оңай құрақ шығарамын. Әдеттегідей біз бұны ортасынан бастамаймыз, мына шетінен бастаймыз. Шетіне осындай төрт бұрышты қойып аласыздар. Бұл төрт бұрыш менде 3-те 3 болып келеді. Осыны бұлай тігіп аламыз. Бірінші мына 3 бұрыш жылжып кетпес үшін мен бұрышынан бастап бір тігіп өтемін. Бұрышын осындай қып бір тігіп бекітіп алдым. Мына бұрыштарына тегіс қып бекітіп алдым. Ұшын осы сызықтың бойымен, туралап алып келеміз. Бұрышына келтіріп тігіп алдым. Енді мына жасылды түгін төмен қаратып тігеміз. Шетін міндетті түрде бекітіп аласыздар. Артқа қарай жүреміз. Шетінен қиып аласыздар. Мынандай құрақ шықты. Енді мына бұрышын мына жағынан қойып аласыздар. Мына лентаны жаймен қолдарыңызбен басып отырасыздар. Мінекей ұшын тартып. Міндетті түрде мына ұштары шетінен сәл асып тұру керек. Тіккен кезде, айқасып тіккен кезде. Мына шеті де айқасып тіккен кезде асып тұру керек. Соны қадақалап отырасыздар. Діп түзу шығу үшін, құрақ түзу шығу үшін соны қадағалап отырасыздар. Мынандай құрақ шықты. Енді келесі тұсынан да айбар тіспен тігеміз. Түгін төмен қаратасыздар. Түгі төмен қарап тұру керек. Міндетті түрде түгі төмен қарап тұру керек.
бекітіп аласыздар алдыға артқа. Астын тартып отырып тігесіздер. Артқа қарай жүреміз. Инені матадан алмайсыздар. Қайырып қиып аласыздар. Мінекей, осындай болды. Енді келесін міндетті түрде былай жет жағын бетіп, жаймен қолдарыңызбен жазып отырыңыздар, әйтпесе құрақтарыңыз қисық шығады. Мен әптен ана жіпті үзбей тігіп үйреніп қалған. Осындай құрақтарға келген кезде шамалы шатасып қалатын әдетім бар. Қиятын кезде мынандай болып шықты. Келесінде дәл осындай түспен, осылай алақандарыңызбен жайып отырасыздар, дәл осы тәсілмен тігесіздер. Қалай кезектесіп отырасыздар, бір айбари цвет дейді, енді бұның қазақшасын мен онша біле бермейді екенмін, ашық жасыл цвет дейміз, екінші қою жасыл цвет. Екеуін кезектесіп отырып тігесіздер. Осы құраққа ұқсас менің бір видеом бар. Қазір ссылкада, видеоның соңында ссылкасын тастап кетемін. Ол да дәл осы тәсілмен тігіледі, бірақ ортасында басқаша бір өзгеріс бар ода. Осындай болды. Мынандай құрақ шығып келе жатыр. Бұл құрақ жаңадан үйреніп келе жатқан кісілерге тез үйренуге, тез оңай үйренуге жақсы. Өйткені бұл жерде жаңағыдай көбіне бізде кейбір күрделі құрақтар, ауыр құрақтар болып кездесіп жатады. Бұл құрақтар оның қасында өте оңай деп ойлаймын. Сондықтан осы құрақты жаңадан үйреніп жатқан кісілер де тез қабылдап алуына болады.
шетінің барлығын тігіп алдық. Енді айналасының барлығын тігіп өтеміз. Мен мынау астары бөз болғаннан кейін, мен бұны зигзагпен тігіп өткенді жөн көрдім. Мынандай жалбырағандарын кесіп алып тастаймыз. Осындай құрақ шықты. Бұл мен үшін өте ерекше құрақ. Оңай құрақтардың бірі, ерекше құрақ. Астары осындай болып тігіледі. Ортасы осындай болып тігілді. Мінекеңіз қараңыздар, ортасында үзілмей біркелкі болып тігілді. Жектерін зигзагпен жасап өттім. Өйткені бұл бөз болғаннан кейін сетнегіш келеді. Мына көрдіңіздер ме? Бөз сетнеп, уже әлден сетнеп жатыр. Сондықтан осындай зигзагпен жүргізіп өтемін. Егер сіздерде зигзаг болмаған жағдайда сатин мата, шыт мата пайдалануларыңызға болады. Егер бөз пайдаланған жағдайда сәл теңдеу қылып алыңыздар да, 1 сантиметр артықтау қылып алыңыздар да, қайырып тігіп жіберулеріңізге болады. Прямой строчкамен тігетін промышленныйларда көбіне болмайды. Сондықтан солай тігуге болады. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Серікгүл Медетбайқызы. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.